Сәлем достар, бүгін сіздермен ешқандай шоколад қолданбай шоколадный пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып саламыз. Ал енді миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде кішкене көпіріп шыққаннан кейін қантымызды аз-аздан салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің массамыз 2-3 есе көбейіп, қанттарымыз еріп шықты. Бізде дәл осындай масса дайын болды. Ал енді сұйық майымызды құямыз. Миксерлемейміз, енді силикон лопатамызбен араластыратын боламыз. Біздің пенамыз басылып қалмау қажет. Жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды тең 2 бөлікке бөліп саламыз және разрыхлителімізді салып, силикон лопатамызбен шаймен бір масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай масса болады. Ал енді пергамент қағазы төселген 20 диаметрлік формамызға дайындап алған қамырымызды қойып, қызып тұрған 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің бисквитіміз пісіп шыққанға дейін біз шоколадный соус дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге какао, қант және сары май, қайнақ ыстық су қажет болады. Барлығын құйып, жақсылап араластырып газға қоямыз. Қантымыз бен сары майымыз еріп бір рет қайнап шыққаннан кейін суытуға алып қоямыз. Біздің бисквитіміз пісіп шықты. Шпажкамен тексеріп алдық. Біздің бисквитіміздің биіктігі дәл осындай болады. Ал енді бисквитімізді дәл видеода көрсетілгендей етіп, шпажкамен тесіп алатын боламыз, барлық жерін бірдей етіп. Дайындап алдық. Енді біз жаңағы дайындап алған соусымызды, суытып алған шоколадный соусымызды бисквитіміздің бетіне жаймен дәл осылай құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне жақсылап соустарымыз сіңіп кеткенге дейін жақсылап құйып шығамыз. Шоколадный соусымызды құйып алдық. Енді мен шетіне дәл осындай әсемдік үшін миндальный слайстарды сепіп шығатын боламыз. Сіздер грек жаңғақтарын майдалап алып сепіп шықсаңыздар да болады. Шеттеріне бірдей етіп дәл осылай әдемілеп қойып шығамыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тез дайын болады және дәмі өте әдемі болып, воздушный, сочный болып шығады. Мен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Іштері де өте әдемі болып шығады. Және өте қарапайым заттардан тез дайындалады. Достар, сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және келесі шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңада шыққан видеоларым сіздің телефоныңызға SMS болып барып тұратын болады. Сау болыңыздар.